Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бар болғаны 15 минутта дайындалатын, осындай ерекше дәмді, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ болып шығатын печеньелердің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен еріген сары майға қантты, ванильді қантты, не болмаса ванилин қоссаңыздар да болады. Кішкене тұз қосып, барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ешқандай да миксерді қолдануды қажет етпейді, яғни бізге тек массалар біріксе ғана болғаны, сондықтан венчикпен араластырамыз. Кейін бөлме температурасында тұрған жұмыртқаны қосып, тағы да біріктіріп араластырып аламыз. Бізде барлық қоспалар бөлме температурасында болу керек, яғни жұмыртқаны алдын ала шығарып қоямыз және басында көрсеткен майды да ерігеннен кейін кішкене суытып алатын боламыз. Соңында ұн мен разрыхлительді, яғни қопсытқышты екеуін араластырып, біздің сұйық массамызға 2-3 бөлікпен қосатын боламыз. Қамырдың консистенциясы тура видеода көрсетілгендей болу керек. Алғашында венчикпен араластырамыз және қоюлана бастағаннан кейін лопаткамен араластырамыз. Біздің қамырымыз осылай әдемі, жұмсақ болып шығады. Дәл осы қалпында форма шығарып пісіре беруге болады. Не болмаса мен сияқты осылай Қазақстан шоколадын майда бөліктерге бөліп қосып жіберсеңіздер де өте дәмді шығады. Мен тұтастай осылай бір шоколадты пайдаландым. Егер көп болғанын қаламасаңыздар, жарты бөлігін қоссаңыздар да болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бұл жерден сіздер көптеген өздеріңізге қажетті рецепттерді таба аласыздар және қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Шоколадпен араластырып алғаннан кейін қамырды кондитерский мешокқа салып аламыз. Егер кондитерский мешок болмаған жағдайда қарапайым үлкен қасықтың көмегімен форма шығара беруге болады. Кейін мешоктың басын үлкендеу қылып кесіп аламыз және біздің печеньелерімізді пергамент төселген противеньге орналастыратын боламыз. Кішкентай бөліктермен осылай құйып аламыз және араларын алшақтау етіп орналастырамыз. Себебі пісу барысында біздің печеньелеріміз көлемін үлкейтетін болады. Орналастырып алғаннан кейін қолымызды сулап формасын дұрыстап жібереміз және қызып тұрған пеште 180 градуста 12-15 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін печеньеміз жұмсақ болып тұрады, кейін суығаннан кейін қатайып өзінің формасын ұстайтын болады. Өте дәмді болып шығады, үлкенге де кішіге де ұнайтын печенье, әрі жасалуы да сондай оңай, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің видеом ұнаған болса, маған қолдау көрсетіп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Сондай-ақ каналыма тіркеліп және өз достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Баршаңызға ас болсын.